Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға ас мәзірін дайындайтын боламыз. Ас мәзірімізде етті рулет, сүзбелі бәліш, қозы құйрықтан бифстроганов және көкөністен салат пен апельсинді согымызды дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен сүзбелі бәлішімізді дайындайтын боламыз. Бізге керегі ұнға майымызды салып, қолымызбен езіп, крошка жасаймыз. Оған бір жұмыртқа, құмшекер, бір ас қасық қаймақ және бір шай қасық қопсытқышымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын жұмсақ болады. Бетін жауып, кішкене қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге сүзбе, құмшекер, бір жұмыртқа және бір ас қасық қаймақ. Осылардың барлығын блендермен езіп аламыз. Егер блендер болмаса, миксермен де жасауға болады. Формамызды алып, кішкене май жағып, қамырымызды осылай тегістеп, жан-жағына бортик жасаймыз. Шанышқымен ортасын тесіп, жан-жағын тегістеп, әдемілеп шығамыз. Дайын болған салмамызды салып, 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Шамамен 30-40 минут. Бәлішіміз дайын, дәмі өте керемет болып шықты. Жасауға кеңес беремін. Етті рулет дайындайтын боламыз. Бізге керегі су, тұз, жұмыртқа және ұн. Қанша мөлшерде керектігін описаниеда жазып өтетін боламын. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Тағы бір рет июін қандырып, бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 5 бөлікке бөліп, әр бөліктің арасына сұйық майды жағып, бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Барлық қамырымыздың ортасына майын жағып, бетін жауып қоямыз. Шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. Енді ішіне салмасын дайындайтын боламыз. Мен сиырдың фаршын алдым. Оған пияз және дәміне қарай дәмдеуіштер мен тұз, көк шөптерді турап қостым. Барлығын салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды біртіндеп алып, қолмен осылай созып шығамыз. Қамырымыз өте созылуға бейім, әрі жұмсақ. Ортасына фаршты салып, рулет етіп орап шығамыз.
Барлық рулеттерімізді орап алдық. Енді пышақпен бетін ғана кішкене кесіп, оған бір жұмыртқаны жағып шығамыз, және кішкене күнжутты сеуіп, қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Менде шамамен 40-50 минут өтті. Рулетіміз дайын. Енді қозықұйрықтан биф строганов дайындайтын боламыз. Гарнирге күріш. Ең алдымен бізге керегі пияз, сәбіз, сиыр немесе тауық еті және сұйық май. Сұйық майымызды құйып, қыздырып, оған пиязды салып қуырып аламыз қызарғанша. Одан кейін етті саламыз. Біраз қуырып, сәбізді саламыз. Мен дәмдеуіштерден паприканы салдым. Сіздер өз қалауларыңызша дәмдеуіштерді қолдануларыңызға болады. Одан кейін қозықұйрықты жақсылап жуып алып, 15 минут суда қайнатып, және осылай майдалап турап алдым. Және қуырып жатқан етімізге салып, бұқтырып, бетін жауып қойдым. Дәміне қарай тұз саламыз. Және бетін жауып, етіміз піскенше бұқтырып қоямыз. Дайын болғанда 1-2 ас қасық қаймақ, сарымсақ бір бас, барлығын қосып, араластырып, бетін жауып, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді гарнирге рис дайындаймыз. Мен оған кішкене сұйық май, дәміне қарай тұз қосып, ең баяу отта бетін жауып, бұқтырып қойдым. Апельсинді согымызды дайындаймыз. Бізге керегі ең алдымен сиропымызды дайындап аламыз. Оған 2 литр суға қайнатылған 200 грамм қантымызды қосып, жақсылап ерітіп аламыз. Апельсин мен жалбызды, яғни мятамызды осылай блендермен ұсақтап, майдалап алып, оған сиропымызды құйып, жақсылап араластырып, сүзгіштен өткізіп аламыз. Апельсинді согымыз дайын, дәмі өте керемет болды. Егер тәтті жасайым десеңіздер, қантын көбірек салуға болады, немесе тәтті болып кетсе, үстінен тағы да қайнатылған су құюымызға болады. Көкөністен жасалған өте жеңіл, өте дәмді салатымызды жасаймыз. Бізге керегі қызанақ, қияр, тәтті болгар бұрышы және көк шөптер. Барлығын жақсылап турап аламыз. Барлығын турап алдық. Енді арнайы соусымызды жасайтын боламыз. Бізге керегі соя тұздығы, сұйық май, алма уксусы және 1 шай қасық қант. Барлығын жақсылап араластырып, оған күнжутымызды қосамыз. Күнжут менде қуырылған. Қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Соусымыз дайын болды. Енді салатымызға құйып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Ауызашарға арналған дастарханымыз дайын. Оразаларыңыз қабыл болсын.
Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Көп рахмет.